Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге новинка самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға, алдын ала илеуіштен өткізген ұнымызға тұз бен суымызды араластырып алып, қатты қамыр илейміз. Иленген қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа демалдырып қойып қоямыз. Жарты сағат демалған қамырымызды алып, осылай қолымызбен басып аламыз. Сонда қамырымыз жақсы жайылады. Қамырымызды жұқалап жаямыз. Газға алдын ала маргаринді ертіп алып, оны жұқалап жайылған қамырымыздың үстіне жағамыз. Одан кейін қамырымызды осылайынан домалақ қылып орап аламыз. Оралған қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз дайын болам дегенше ішіндегі салмасына кірісеміз. Салмасына картоп, пияз, ет қалауынша қосуға болады. Татымына қарай тұз, бұрыш, зіресін салып араластырып аламыз. Демалған қамырымызды алып, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы рецептің астына комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Қамырымызды осылайынан басып болған соң, оны жайып алып, ортасына салмасын салып, қызып тұрған пешімізде 200 градуста пісіріп аламыз. Осылайынан түйіледі самсамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.